Дүние жүзі бойынша 400 миллионнан астам қаралым жинаған, төрешілерді орындарынан тік тұрғызған сиқыршының қойылымы туралы естідіңіз бе? Естімеген болсаңыз, баяндап берейін. Таланттар шоуында Марк Спелман өзінің қойылымын «Мен өмір бойы ғажайып сиқырды сезіну қандай сезім екенін білгім келетін. Сосын 2 жыл бұрын сол ғажайып сиқырды басымнан кешірдім. Ол оқиға мені және менің өмірімді түбегейлі өзгертті» деп бастады. Келесі кезекте Марк төрешілерге 4 сатты таратады. Ешкімге көрсетпей, әзірге жасырын ұстау керектігін айтты. Бірінші төреші Амандаға кубик Рубикті араластырып, жауып қоюын өтінеді. Екінші төреші Дэвидке түрлі түсті қарындаштың біреуін, ал келесі төреші Алишадан жануарлар суреті бар бір карточканы таңдауын өтінеді. Ал соңғы төреші Саймонға қаламды көтертіп ұстатады. Өзі кітапты төмен қаратып парақтап жатқан кезде, төрешілер тоқта деп айтқан мезетте қалам ұшы тиген жерді сызуын сұрайды. Сосын одан ешкімге көрсетпей сол сөзді қарап, есте сақтауын өтінеді. Келесі кезекте төрешілерден өздері таңдаған қарындаштың түсін, жануар бейнеленген карточканың суретін және кубик Рубиктің ең үстіңгі бетін көрерменге көрсетуін сұрайды. Одан кейін сиқыршы: «Егер мен осы фокустың жауаптарын осыдан 1 апта бұрын немесе 1 ай бұрын алдын ала білдім десем, сенесіздер ме?» деп сұрайды. Төрешілер «Я» деп жауап береді. Марк болса: «Ғажайып сиқыр дегеніміз ол жауаптарды білуім емес. Мен үшін шынайы ғажайып сиқыр осыдан 2 жыл бұрын басталды» дейді. Сонда ғажайып сиқыр дегеніміз қандай? Егер сиқыршы жауапты алдын ала білген болса, неге төрешілерге сондай тапсырма берді? Мұның жауабы келесі сәтте белгілі болды. Экранға келесі сөздер шығады. «Мен ғажайып сиқырды 2015 жылы 23 желтоқсанда басымнан өткіздім. 5 жыл бойғы ауыр экодан кейін әйелім Тесса жүктілік кезінде қатерлі ісікпен күресіп, химиотерапиядан өтуге мәжбүр болады. Қуанышымызға орай, қызымыз Изабелла бұдан аман-есен өтіп, дені сау болып дүниеге келеді». Екі ай бұрын түсірілген келесі видеода қызы Изабелланың бір ғана түсті қарындашпен сурет салып жатқаны бейнеленген. Көрермендер назарына 6 ай бұрын түсірілген Изабелланың сүйікті ойыншығы пингвинмен ұйықтап жатқан видеосы көрсетіледі. Бұл да төреші таңдаған суретпен сәйкес келді. Келесі видео 9 ай бұрын түсірілген. Онда Изабелла әкесінің кубик Рубикмен ойнап отыр. Видео соңында Изабелланың кубикті қалай қойғаны көрсетіледі. Оны төрешінің кубигімен салыстырады. Таң қаларлықтай бірдей шығады. Вау! Барлығы дерлік керемет әсер алады. Сиқыршының келесі соңғы видеосында жасырынған сөз Саймон таңдаған сөзбен сәйкес келер ме екен? Сиқыршы Саймоннан кітаптан сызған сөзді айтуын сұрайды. Саймон hat дейді, яғни аудармасы бас киім. Экранда келесі жазулар шығады. Саймон 2 жыл бұрын түсірілген видеода Изабелла саған бірдеңе айтқысы келеді. Видеодан Изабелланың кішкентай кезі көрінеді. Әкесі одан: «Изабелла, сен сондай әдемі қызсың. Егер әкең 2 жылдан соң Ұлыбритания таланттары шоуына қатысатын болса, Саймон қандай сөзді айтады деп ойлайсың?» деп сұрайды. Изабелла hat, яғни бас киім деп жауап береді. Көрермендер керемет әсер алады. Аудитория толығымен орнынан тұрып, құрмет көрсетеді. Төрешілер бұл фокус өнерінің жоғарғы деңгейі деп баға береді. Бұл қойылымға өте риза болған сахна сыртындағы жүргізушілер жүгіріп келіп
алтын батырманы басады. Алтын батырма Маркқа бірден финалға өтуге мүмкіндік береді. Осылайша, жүрек тебірентер оқиғасын негіз етіп, ерекше сиқырымен елді тәнті еткен Марк Спелман бір мезетте жұлдызға айналды. Сіздермен болған Риза English. Қазақ тілді видео ұнаған болса, ризашылықтарыңызды білдіру үшін лүпіл басып жіберіңіздер. Осы қойылымның оригиналын видео астындағы описание бөлімінен сілтеме арқылы көре аласыздар.